Ассаламуғалейкум достар. Бүгінгі талқылайтын сабағымыз қалыпты екігі, одағы тізшелер, сегменттер, интервалдар жайлы әңгіме болмақ, және де екігінің талдаудың жалпы жоспары, яғни реттілігін қарастырып. Екігі тізшелерін латын әріптерімен белгіленеді. Олар P, Q, R, S, T. Олар әрбір стандарттық тіркемелердің тізшелерінің амплитудасы биіктігі 5 мм-ден жоғары болса, латынның үлкен әріптерімен, 5 мм-ден төмен болатын болса, латынның кіші әріптерімен белгілейміз. Бұл стандарттық тіркемелерді. Ал кеуде тіркемелерінде амплитудасы 7 мм-ден биік болса, үлкен әріптермен, ал 7 мм-ден төмен болса, кіші әріптермен белгілейміз. Қазір біз әрбір тізшені үйреніп жатқан кезде екігімен бірге талдап отырамыз. Бірінші тізшеміз P тізшесі. P тізшесі екі жүрекшенің қосуы нәтижесінде түзіледі. P тізшесінің ұзақтығы 0,110 секундты құраса, амплитудасы 2,5 мм-ді құрайды. Оны екінші стандарттық тіркемеден қараймыз. Себебі екінші стандарттық тіркемеде басқа тіркемелерге қарағанда P тізшесі анық және де ең үлкені болып келеді. P тізшесі қалыпты жағдайда екі жүрекшенің қосуы нәтижесінде түзіледі. Олар оң жүрекше және сол жүрекшелер болып табылады. P тізшесінің бірінші бөлігі оң жүрекшенің, екінші бөлігі сол жүрекшенің қосуы нәтижесінде жазылады. Оң жүрекшенің қосуы сол жүрекшенің қосуы аралығында 0,2 секунд аралығынан аспауы қажет. Бұл таблицада біз қалыпты жүрек өсі кезінде P тізшелерінің стандарттық және де кеуделік тіркемелерде қалай кездесу мүмкіндігін анықтауымызға болады. Бағанағы P тізшесінің таблицасын енді екігімен салыстырсақ. Бірінші стандартта P тізшеміз оң, екінші стандартта P тізшеміз оң, T тізшесінің амплитудасынан кіші. Үшінші стандартта P тізшеміз оң, T тізшесінің амплитудасымен тең, негізі кіші болу керек. A ve R'да бізде әрдайым теріс болады P тізшесі. A ve L'да теріс, қос фазалы немесе оң болу мүмкін. Бұл жерде теріс. A ve F'да әрдайым оң P тізшесі. V1, V2, V3-те оң болуы да мүмкін, теріс болуы да мүмкін, қос фазалы болуы мүмкін, және де изолинияда болуы мүмкін. Бізде енді қарап өтемейік. Біріншісін изолинияда немесе теріс деп қарастырсақ болады. Екіншісін оң немесе изолинияда, ал үшіншісі уже оң. Төртінші, бесінші, алтыншы кеуделік тіркемелерде P тізшелеріміз оң. PQ интервал немесе PR интервал. PQ интервалы P тізшесінің басталу нүктесінен Q тізшесіне дейінгі аралық. Егер Q тізшесі болмаса, R тізшесіне дейінгі аралық өлшенеді. PQ интервал импульстердің синус түйіннен қаншаға дейінгі өту уақытын көрсетеді. PQ интервалы қалыпты жағдайда ұзақтығы 0,112, 0,120 секундты қамтиды. Ал брадикардия кезінде 0,122 секундқа дейін ұзаруы мүмкін. Ал тахикардия кезінде 0,119, 0,120 секундтың өзі патология болуы мүмкін. Оны екінші стандартта өлшеген дұрыс. Себебі екінші стандарттағы P тізшесі бірінші стандарттағы және де үшінші стандарттағы P тізшесінің ұзақтығынан ұзақ, амплитудасы да биік. Ал егер бірінші немесе де үшінші стандарттардан PQ интервалын өлшейтін болсақ, бұл жердегі P тізшесінің белгілі ұзақтығының аздығына байланысты белгілі бір қателіктер жіберуіміз мүмкін.
QRS қарыншалық комплекс. Бұл комплекс қарыншалардың қозу кезінде жазылады. Оның ұзақтығы 0,6 0,10 секундты құрайды. Және де қарынша миокардтың өткізгіштік қасиетін сипаттайды. Бұл комплексті екінші стандарты тіркемеден анықтаған. Q тішесі QRS қарыншалық комплексінің бірінші теріс тішесі. Q тішесі қарынша аралық перденің сол бүйірінің қозуы нәтижесінде жазылады. Q тішесінің ұзақтығы 0,3 секунд, ал амплитудасы R тішесінің 1/4 құрайды. Q тішесі бізде Q тішесі кездеседі. Бірінші, екінші, үшінші стандарттық тіркемелерде және де шеткері AVR, AVL, AVF-ті кеуделік 4-ші, 5-ші, 6-ші тіркемелерде кездесуі мүмкін. Егер Q тішесі кеуделік 1-ші, 2-ші, 3-ші тіркемелерде кездессе, бұл бізде патологияға жатады. Енді бұл екігіде Q тішелері қай тіркемелерде бар екенін көрейік. Бірінші стандарттық тіркемеде AVL-да және де 6-ші кеуделік тіркемеде анықталынады. R тішесі екігінің негізгі тішесі. Қозудың қарынша миокардына таралуын сипаттайды. Стандарттық және аяқ-қолдан күшейтілген тіркемелерде R тішесінің амплитудасы жүректің электр өсіне қалай орналасқанына байланысты. Қалыпты жүрек өсі кезінде екінші стандарттағы R тішесінің амплитудасы ең биігі, сосын бірінші стандарттағы R тішесінің амплитудасы екінші орында, үшінші орында үшінші стандарттық тіркемеде болу керек. Сосын AVF-тің R тішесі әрдайым үшінші стандартқа қарағанда биік болу керек. Кеуделік тіркемелерде R тішесінің амплитудасы 1-ден бастап 4-ші тіркемеге дейін өсуі керек. 4-ші тіркемеден 6-ші тіркемеге дейін қысқаруы қажет. Бірақ бұл жерде бізде 5-ші кеуделік тіркемеде өзгеріс бар. Яғни R тішесінің амплитудасы 4-тің R тішесінің амплитудасына ұзын. Бұл өзгерісті кейінгі сабақтарда талқылап кетеміз. R тішесінің амплитудасының биік болуы белсенді электродтардың жүрек бұлшықетіне неғұрлым жақындаған сайын R амплитудасы биіктейді. QRS қарыншалық комплексінің ең соңғы тішесі S тішесі. S тішесі бұл бізде теріс. Бұл тіші қозу толқындарының қарыншалардың түпкі бөлімдеріне таралуын сипаттайды. Бұл тұрақсыз тіше болып келеді. Бұл тіше V1, V2, V3, V4-те, яғни V1-ден бастап V4-ке дейін амплитудасы тереңдігі төмендеп отырады. Ал V5, V6-да S тішесі болмауы мүмкін. S-ті сегменті. S тішесінің соңғы нүктесінен T тішесіне дейінгі аралық. S-ті сегменті қарыншалардың қозумен толық қамтылған кезін сипаттайды. S-ті сегментінің изосызықтан 1-2 мм жоғары ауытқуы немесе 0,5 мм төмен ауытқуы патологияға жатпайды. Изосызықты P сегменті арқылы немесе PQ сегменті арқылы алуымызға болады. T тішесі қарыншалардың реполяризациясын сипаттайды. Қалыпты жағдайда T тішесі әрқашан 1-ші, 2-ші стандарттық және AVF және кеуделік 3-ші, 4-ші, 5-ші, 6-ші тіркемелерде 10. 1-ші стандарттағы T тішесінің амплитудасы 3-ші стандарттағы T тішесінің амплитудасынан биік және де кеуделік 6-ші тіркеменің T тішесінің амплитудасы кеуделік 1-ші тіркеменің T тішесінің амплитудасынан биік. AVR-да T тішесі әрдайым теріс. Қалыпты жағдайда T тішесі тең қабырғалы емес. Оның бірінші жартысы баяу, екінші жартысы тік төмен бағытталады. QT интервалы қарыншалардың электрлік систоласы деп аталынады.
Көріс комплексінің басынан Т тішесінің аяғына дейін өлшенеді. Q2 интервалының ұзақтығы адамның жасына, жынысына, жүректің ритм жиілігіне байланысты. Оны базет формуласы және де басқа да формулалармен есептеуімізге болады. Бұл Q2 интервалы бізге жүректің белгілі бір патологияларını клиникасы басталмай жатып анықтауға мүмкіндік береді.